Тақырыбы жасанды жарық көздері дегеніміз не? Пәні жаратылыстану. Бірінші сынып. Оқу мақсаттары: жарықтың табиғи және жасанды көздерін ажырату. Жасанды жарықтың қажеттілігін және оның көздерін анықтау. Сәлеметсіздер ме балалар? Сабаққа дайынсыздар ма? Ендеше сабағымызды бастайық. Бізде жаратылыстану сабағы. Күндей жарқырап, гүлдей жайнап, бүгінгі сабағымызды бастайық. Балалар, мына суретке назар аударайық. Бұл қай қала, балалар? Дұрыс айтасыздар, бұл Нұр-Сұлтан қаласы. Қаланың көшелері немен безендірілген? Шамдармен, дұрыс. Әр түсті жарықтармен безендірілген. Бұл жарық табиғи жарық пе, әлде жасанды жарық па? Дұрыс балалар, бұл жасанды жарық. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жасанды жарық көздері дегеніміз не? Сабағымыздың мақсаты жасанды жарық көздерін білу, ажырату. Балалар, сіздерге сұрақ. Не себепті қала көшелері жақсы жарықтандырылған? Бұл жарықты кім ойлап тапты? Есте сақтаңыздар, жасанды жарық көздерін адам ойлап тапты. Адам қолымен жасалған жарық көздері жасанды жарық деп аталады. Балалар, басқа тағы да қандай жасанды жарық көздерін білесіңдер? Қане, мына суреттерге назар аударайық. Бұл суретте балалар от, аспа шам, көше шамы, белгі беретін құрал, қол шамы, майша бейнеленген екен. Балалар, бұдан да басқа жедел жәрдем көрсететін көліктерінде, дүкен маңдайшаларында от шашулар да болады екен балалар. Енді балалар, мына бейне роликті тамашалайық. Біздің бүгінгі тақырыбымыз жарыққа кіріспе. Жарық бізге айналадағының бәрін көруге мүмкіндік беретін энергияның түрі. Жердегі негізгі жарық көзі күн. Өсімдіктер өз асын күн сәулесінің көмегімен дайындайды. Кейбір басқа нәрселерде жарық шығарады. Олар жарық көздері деп аталады. Мысалы, шам, шырағдан, майшам және тағы басқалары жарық көздері болып табылады. Өздігіне жарқырамайтын нәрселер де бар. Оларды жарық шығармайтын заттар дейді. Мысалы, үстел, мата, сөмке, ыдыс-аяқ және тағы басқалары жарық шығармайды. Жарық шығармайтын заттардың әдетте екі түрі бар. Мөлдір және мөлдір емес. Мөлдір заттар өзіне түскен жарықты өткізеді. Мысалы, шыны, су, тағы басқалары. Ал мөлдір емес заттар жарықты өткізбейді. Мысалы, ағаш, тас, тағы басқалары. Балалар, бұл бейнеролик не туралы екен? Қандай жарық көздері бар екен? Қараңғыда жарық қажет пе екен, балалар? Дұрыс айтасыңдар, қараңғыда жарық өте қажет екен. Балалар, жасанды жарық көздерінің өздері де екіге бөлінеді екен. Мөлдір және мөлдір емес болып. Енді балалар, тапсырма орындаймыз. Тапсырма: қандай мамандық иелері түнгі уақытта жұмыс істейтіндігін анықтаңыз. Олар жұмыста қандай жарық көздерін пайдаланады? Бірінші, полиция қызметкері шаштараз,
екінші ұшқыш археолог, үшінші жүргізуші бағбан, төртінші дәрігер, тігінші. Бұл мамандықтар балалар түнгі уақытта жұмыс істейтінін анықтайсыздар, және олар қандай жарық көздерін пайдаланатынын табасыздар. Келесі тапсырма балалар, сәйкестендіру әдісі бұл жерде. Бұнда балалар сіздер берілген суреттерге мына сөз тіркестерін бағытпен сәйкестендіресіздер. Бірінші, көшені жарықтандыру үшін қайсы заттар қажет? Бөлмені жарықтандыру үшін, және жұмыс орнын жарықтандыру үшін қай жарық көзі қажет екенін сәйкестендіресіздер. Балалар, енді біздер кері байланыс жасаймыз. Бұнда Вен диаграммасымен жұмыстанамыз. Яғни, табиғи жарық пен жасанды жарықты салыстырамыз. Табиғи жарық балалар, күн, ай, жұлдыз, найзағай, жарқырауық, қоңыз. Ал жасанды жарық, аспашам, көше шамы, шамшырақ, белгі беретін құрал, және май шам. Ал балалар, екеуіне де ортақ қасиет не? Дұрыс айтасыздар балалар, екеуі де жарық, табиғи жарық және жасанды жарық. Балалар, енді үйге тапсырма ала қойыңыздар. Үйге тапсырма дәптердің 51-ші, 52-ші беттері, 49-ші, 50-ші жұмыс парағы. Бірінші тапсырма, отбасың қандай жарық көздерін пайдаланады, олардың суретін салу. Екінші тапсырма, жұмбақты шешіп, тапқан сөзге аппликация жасау. Балалар, сіздерге сабақ ұнады ма? Тыңдағандарыңызға рахмет балалар. Бүгінгі сабаққа жақсы белсене қатыстыңыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.